Табиғат қандай әдемі. Мен ағаштарды, гүлдерді жақсы көремін. Маған олармен ойнаған қатты ұнайды. Мен өскенде оларды қорғайтын боламын. Адам табиғаттың кішкене ғана бір бөлшегі. Айналамыздағы барлық тіршілік иесінің жалғыз үйі жер ғаламшары. Біз өмірлік қажеттілігімізді табиғат анадан аламыз. Тіршілік үшін қажетті негізгі дүние ауа мен су. Ауасыз ешкім ештеңе тіршілік ете алмайды. Ал су тіршілік көзі. Қоршаған ортамыздағы барлық нәрсе өмір сүруімізге көмек береді. Табиғат адамзаттың үйі. Қарапайым мысал келтірсем, өзіміздің жеке баспанамызды алайық. Қаңыраған қабырғалар, ауыз сусыз тіршілік, қолқан алатын жағымсыз иіс, күн сәулесі түспейтін қараңғы бөлмелер. Сіз осындай баспанада тұра алар ма едіңіз? Жоқ, әрине. Мұндай үйде ешкім тұрғысы келмес еді. Табиғатта қарапайым баспана секілді ғой. Қара түтін араласқан ауа, құнарсыз топырақ, ластанған өзен көлдер, кесілген ормандар, қырылған аңдар. Табиғат осындай болу керек пе? Табиғаттың осындай сұрықсыз кейіпке енгені дұрыс емес. Қоршаған ортамызды бейберекет ластап, қайта қалпына келтіруді ойлағанша, бұндай жағдайға түсуіне жол бермеуіміз керек. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде деп айтады ғой. Осы мақал экологиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Адам баласы өмір сүру үшін табиғатты пайдаланады. Судың да сұрауы бар емес пе? Пайдалануды білетін адам сол дүниенің қайтарымын қайтаруға тиіс қой. Табиғатты қорғау экологтарға ғана емес, баршамызға міндет. Ол үшін қарапайым дүниелерді әдетке айналдырған дұрыс. Айналамызға қоқыс тастамай жүрсек болғаны. Жан қинарлық дүние емес қой. Табиғаттың таза әрі көркем болуы адамзаттың жақсы өмір сүруіне кепіл бола алады. Қандай болғанда да, адам баласы табиғатсыз өмір сүре алмайды. Табиғат тіршіліктің тал бесігі һәм өмір сүру ортасы.